Бүгінде Ресейден әкелінетін арзан ұнтақты пайдаланып, оны табиғи сүт ретінде сату белең алып барады. Соның салдарынан еліміздің нарығында техникалық регламенттер бұзылып, тұтынушылар алданып отыр. Бүгін Астанада азық-түлік қауіпсіздігіне арналған конференцияда ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков кептірілген сүт ұнтақтарын табиғи сүт ретінде сататындарды сынға алды. Ауыл шаруашылығы министрі сүт өнімін шығарушыларды сынға алды. Асылжан Мамытбековтің айтуынша, қазір еліміздегі дүкендерде сатылатын сүттердің тең жартысы Ресейден әкелінетін арзан ұнтақтардан жасалады. Ал оны өндірушілер сүт қорабының сыртына табиғи сүт деп жазып, тұтынушыларды алдайды. Соның салдарынан тауарлы сүт фермалары үлкен шығынға батып отыр дейді ведомство басшысы. Мәселен, жақында ғана Қостанайдағы сүт өндіретін ферма сүт зауыттары өнімін алудан бас тартқандықтан 30 тоннаға жуық табиғи сүтті төгуге мәжбүр болған. Өйткені зауыттарға табиғи сүтті сатып алғаннан гөрі Ресейден әкелінетін арзан ұнтақты пайдаланып, соны табиғи сүт ретінде саудаға шығару тиімді болып отыр. Өкінішке қарай біздің нарықта тұтынушыларды алдау кең етек жайып отыр. Мәселен, сүт деген атауға лайық емес тауардың сыртына табиғи сүт деп жазып қояды. Ұнтақтан жасалған сүттердің негізгі атауы қалпына келтірілген сүт болуы керек. Осылайша ұнтақтан жасалған сүтті сатушылар талапты бұзып, тұтынушыларды алдауда. Тиісті бақылаудың жоқтығынан біздің тұтынушылар көзбояушылықтың құрбаны болып отыр. Сондай-ақ Ресей мен Украинадан келетін арзан құс еті мен өнімінің көбеюі құс шаруашылығымен айналысатын жергілікті фермерлерге қол байлау болып отыр. Бұл туралы бүгін Қазақстанның құс өсірушілер одағының президенті Руслан Шәріп мәлімдеді. Оның айтуынша, сырттан келетін өнімдер біздегі қарағанда арзан, бірақ сапасы сын көтермейді. Себебі мамандар көршілес елдерден бізге келетін өнімді тексере келе, өнім салмағын арттыру үшін олардың құс етінің ішіне шприспен су жіберіп қатырып тастайтынын анықтады. Енді ана келген еттің бәрі талапқа сай емес, 40-100% рассол не болса соны еттің терінің астына кіргізіп, оны қатырып, содан фасовка салып бізге әкеліп отыр. Ол енді анау қандай су, қандай рассол ішіне кіргізген, оны ешкім білмейді. Арзанның жілігі татымайды демекші, бағасына қызығып, саубасыңызға сақина тілеп алуыңыз мүмкін. Сондықтан мамандар табиғи таза, отандық өнімді тұтынуға кеңес береді. Жандос Жұмабек, Жаслан Шәкенов, Астана.